Сонымен төртеуміз отырып шай іштік. Апа деймін, мынау менің тоже подружкам, мынауский қыз дейді, бас бармағын көрсетіп. Біз бар ғой, біз сізден гүлімді сұрайықшы бір аптаға. Жоқ апа, 10 күнге. Сұрағаны несі деп апам түсінбей қалды. Апа, біз Түркияға демалуға барамыз. Гүлім бізбен бармаса болмайды, ол бізге керек. Ал гүлім бізбен жүрген кезде сізге подружкам қарайды. Ата Айжан, осы үйде қонады, укол да істей алады, массажды да істейді. Апа, сізге күнде видеомен хабарласып отырамыз дегенде, апам маған қарады. Анашым, сен қаламасаң бармаймын дей беріп едім, апам шыр ете қалды. Жоқ, бара бер, құрбыларыңмен қыдырып қайт. Онсыз да мектеп бітіргелі Алматыдан шықпадың. Мына қыз қасымда болса, онда жарайды. Барып келе ғой құлыным. Түркияда 10 күн болдық. Анталиясы бар, Пакмуккалесі бар, Стамбулы бар, бәрін араладық. Стамбул өте қатты ұнады. Бірақ Стамбулдың өзіне 4 күн кетті. Сол сапарда Қайыржанмен ашық сөйлестім. Неге менен қашқақтайсың дедім батылдана. Өй қой, сенен қашқақтап не көрініпті? Әлде ұнамаймын ба? Ұнайсың, онда неге жақын тартпайсың өзіңе? Жақын тартқанда бұлай ғой әңгіме. Я, ұнайсың, бірақ жақсы көрем деп те айта алмаймын. Ал өтірік айтуға тағы тілім бармайды. Шын жақсы көріп тұрмаған соң өтірік ғашық рөлін ойнағым келмейді. Ал мен сені жақсы көремін. Ғашықтық екі жақтамы болу керек деп есептеймін. Мен егер қазір қызығушылықпен я деп екеуміз қосылсақ, сосын мен сенен суып кетсемші, оны да ойлау керек. Енді? Не енді? Енді қашан жақсы көре бастайсың мені? Қайыржан ішек сілесі қата күлді. Білмеймін оны. Жүрек пен санадан сұрау керек. Сұра. Гүлім, мен оны шешпеймін. Бұйырған кетпес, жүгірген жетпес. Дәм тұз бұйырса бірге болармыз. Бұйырмаса ше? Уақыт көрсетер, асықпайық. Әлде асығасың ба? Қайыржан әдеттегідей әңгімені әзілге бұра тамамдады. Асығыс емеспін. Сені басқа біреу алып кетеме деп қорқамын. Қызғанамын. Мен дүкендегі нан емеспін ғой, өз ойым, өз қалауым бар. Басыңды айналдырып тиіп алса ше? Енді тым ондай бола қоймас. Осымен әңгіме бітті. Не болса да бұл жігітті қолыма түсіруің керек. Енді асығуға болмайды. Шошытып алуы мүмкін. Енді ақылмен әрекет ету керек. 10 күн қыдырып елге қайттық. Анама алған сыйлықтарым бар, әпкеме алған сыйлықтарым бар. Бәрін үлестіріп, анамның жанында демалып 2 күн жаттым. Анамды қатты сағынып қалыппын. Бұрын соңды мұнша көп уақыт жанынан кетпеген соң ба, әйтеуір 10 жыл көрмегендей болдым. 3-ші күні жұмысқа шықтым. Мен жоқта біраз өзгерістер болып, жұмысқа жаңадан 4 адам алыпты. Филиал ашылуына байланысты осында 2 ай тәжірибе жинап, Астанаға ауысады екен. Ұжымдас болған соң кейде бірге отырамыз. Туылған күн, оны-мұны мейрамдар, бас қосулар. Сондай бір бас қосуда менің қорыққан нәрсем өңіме айналды. Ләйла деген қыз бар еді. Жаңадан келген. Қайыржанды көре сала есі кетті. Оны мен байқамай кім байқасын? Жаным шығып кете жаздады. Қайыржан да кетер емес. Кейде екеуі бір әзілге қосарлана күлгенде ішімдегі алау әлемді өртеп жібере жаздайды. Қайыржан да кетер емес. Кейде екеуі бір әзілге қосарлана күлгенде ішімдегі алау әлемді өртеп жібере жаздайды. Не керек, сол отырыстан ішім әлем тапырық болып үйге жете құладым. Ештеңеге зауқым жоқ. Телефонды өшіріп бүк түсіп жатып алдым. 3-ші күні Назым үйге іздеп келіп түрімді көріп шошып кетті. Ауырып қалғансың ғой сен? Бәсе, неге жоқ деймін. Білмеймін, мазам болмай тұр. Телефоның неге өшік? Сол телефонымды шынымды айтсам қайда жатқанын да білмеймін. В общем, давай емдел. Сен маған керексің. Но бұндай состояниеде емес. Дүйсенбі жұмысқа шық. А то там бардак уже сенсіз. Жоқ, ертең шығамын. Бүгін реттеліп, укол салдырып, ертең тәуір боламын деп шығарып салдым. Сонымен ертеңіне жұмысқа шықтым. Лейләні атарға оғым жоқ. Отырса опақ, тұрса сопақ қылып, ұрсып жекіп жанын алдым. Ол не болған түсінер емес.
Жұмыс соңы өзі келді жаныма. Гүлім тәте, бүгін қатты ұрыстыңыз ғой. Ұрысса жұмысты дұрыстап істеу керек. Мәселе жұмыста емес сияқты. Қайыржанды қызғандыңыз менен, солай ма? Мен білген жоқпын ғой, деді ақталып. Үндемедім. Біраз отырған соң, иә, Қайыржаннан аулақ жүр. Ақылды қызсың ғой. Басқа жігіт табылар. Бүгін ұрысқаныма айыпқа бұйырма. Мақұл Гүлім тәте, сіз де мені кешіріңіз деп шығып кетті. Сонымен ішімдегі алау басылғандай болды. Бірақ бұл тек басы екенін ол кезде білмедім. 3 күннен соң Қайыржан жұмысқа іздеп келді. Жүзі әлем тапырық. Жұмыстан кейін сөйлесейік, әңгіме бар, дейді салмақты үнмен. Қазір боспын, дедім шыдамай. Бос кабинеттің біріне кіріп отырдық. Ләйлаға не дегенсің? Қайыржаннан аулақ жүр, дедім. Себебі сен менікісің деп едім. Оның түрі өзгеріп кетті. Қайыржанның ашуланғанын бірінші рет көрдім. Гүлім, айналайын, мен ешкімдікі емеспін. Мен адаммын, мен зат емеспін. Кіммен сөйлесіп, кіммен араласам, өзім шешемін. Ал егер басыңды айналдырып тиіп алса ше? Сен маған сөз берген едің ғой? Не деп сөз бердім? Мен тек уақыт көрсетеді дедім, деді ашуланып. Мен үнсіз қалдым. Иә, сөз бермеген. Саған үйленемін, басқа қызды таңдамаймын деп сөз берген жоқ. Мен не істеймін енді? Сен күннен күнге жақсы көріп барамын. Мені бұлай жеке шиелендіруіңді қоймасаң, ұрсысып қаламыз. Сәл сабырлы бол. Сен ақылды қызсың ғой, деді. Үнсіз тұрдым. Жарайды, қатты кетсем кешір. Үнсіз бас изедім. Қайыржан үнсіз шығып, қараңғы коридорда ғайып болды. Әдеттегідей. Қайыржанмен арамыз сәл соңқырап қалды. Оны Назым да сезіп көріп жүрген. Жұма күні жұмыстан соң Назым екеумізді кафеге бардық. Назым бірден 2 сыра алдырды. Бұрын соңды да анда-санда сыралатып тұратын. Маған ұсынған еді. Үнсіз басымды шайқадым. Сери кардинал сенің де жүрегіңді жаралады ма? Деп сырасын ұрттап алып. Сери кардинал? Я, Қайыржанды кейде осылай атаймыз. Кімдер ғашық болмады оған? Сен де ма? Я да. Мен ішінде ең қатты ұрынып ғашық болғанмын. Неше түндерім жылаумен өтті. Менің істеген қателігімді қайталап отырсың. Қандай қателік? Мен Қайыржанды өзімдікі деп бәрінен қызғандым. Тіпті бір қызды ұрып быт-шытын шығардым. Оказывается, Қайыржан ондайды мүлде көтере алмайды екен. Ол бабник деп айта алмаймын. Просто ол өзіне ұнайтын, өзі ғашық болатын жанды кездестірмеді. Ал бұлай басқалар сияқты қызық үшін өтірік жаным деп жүргісі келмейді. Сонысы үшін көп қыздар оған қызығады. Байқадың ғой қалай дистанция ұстайды. Кеудеңнен итеріп те жібермейді, үй құшағына да алмайды. Әзілмен ғана есіңді жиғызып тастайды. Достықты қатты бағалайды. Доспын деп қойнына кіріп алғысы келген 1-2 қыз болған. Олармен мүлдем араласпай кетті. Осындай жігіт ол. Енді сен онымен болғың келсе, бірақ жолы бар. Күтесің. Қанша уақыт екені белгісіз. Ал ол басқа қызды ұнатып қалса ше? Онда сен басқа жігітсіз дейсің. Екеуміз үнсіз отырдық. Менің саған ақылым, басқа жақсы жігіттер көп. Мен де осылай сен сияқты қатты күйзелдім, жыладым. Но соңында шештім. Басқа жігіттер бар. Ол соңғы жігіт емес бұл әлемде. Таптым өзіме. Қазір Қайыржанды дос, сезім жоқ. Білмеймін, қазір мен олай істей алмайтын сияқтымын. Өзің ойланып көр. Но қанша ерте түсінсең, сонша сен үшін оңай жақсы. Екеуміз тағы біраз отырып үйге қайттық. Таңертең тұрсам анам қатты әлсіреп, ауырып жатыр екен. Қашан басталды, қанша уақыт жатты белгісіз. Жан ұшыра жедел жәрдем шақырдым. Назымға жағдайымды айтып, анамның соңынан ауруханаға ұштым. 2 сағат күтіп, емдеуші дәрігер шықты әйтеуір. Дәрігер, мамам қалай? Бір қалыпты. Қазір кіргізе алмаймын. Қан қысымы өте қатты көтеріліп кеткен. Онда еш нәрсесін айтпаған еді. Қатерлі ісігі бар сияқты ғой. Я,
2 жылдан асты. Препараттары ауырлау тиген. Әзірге ештеңе айта алмаймын. Ертең келіңіз деп дәрігер бұрылып кетті. Езіліп үйге қайттым. Енді қараңғы түнекте өзім жалғыз кетіп бара жатырмын. Анам сол жатқанынан 2 ай жатты. Күнде сабылыс. Достарымның таныстары, ата-анасы, ағалары көмектесіп, Европадан мықты дәрігерлер алдырдық. Оларды қарап, тексеріп, әзірге тек тыныштық пен дәрі-дәрмек, басқа емі жоқ деп шығарып салды. Қайыржанмен бұрынғыдай жақын араласпаймын. Ұрыспадық. Сәлеміміз түзу, бірақ әлі де сүйемін. Қатты қызғанамын. Оның үстіне анамның мына халі бәрі жүк болып титықтап жіберді. Менің жағдайымды білетін Назым да қас-қабағыма қарап көмегін аянып қалмады. Кейде өзінің үйіне алып кетеді, кейде менің үйімде қонып қалады. Үнсіз құшақтап уайымдама, бәрі реттеледі деп жұбатып отырады. Соңғы аптада анам нашарлай бастады. Тіпті дәрігерлер де бәріне дайын болыңыз деп ескертіп қойды. Бұдан өткен ауыр сөз жоқ екен. Сол күні аспаным қақ айырылып жерге түскендей болды. Меңзең болып жүрдім. Ертеңіне ұйқым қанбаған, көзім ісіп кеткен. Жұмысқа келдім. Түрімді көріп Назым шошып кетті. Иди үйге бар демал, өзіңе кел деп мені қайтармақшы болып еді. Назым осында болайыншы, үйде жатсам жынды болып кетермін. Осында отыра берейін. Ой, жаным менің деп өбектеп келіп мені диванға құшақтап отырғызды. Диванға отыра бергенім сол еді, есік ашылып, Қайыржан мен Ләйла кіріп келді. Бір нәрсеге мәз бола күлісіп, қолымнан ұстап алған. Мынаны көріп Назым маған бір қарап, ана екеуіне бір қарап, шық дедім, жап есікті деп айғайға басты. Өз тілім өзіме бағынбай, анда анам өлім аузында жатыр. Естімедіңдер емес, естідіңдер. Менің Қайыржанды сүйгенімді де білесің. Әдейі істеп тұрсыңдар ма деп Ләйлаға тесіле қарадым. Қайыржан ба керек саған? Ал, осылай қол ұстасқан күйі опат болыңдар. Қарғыс атсын екеуіңді. Әрі қарай талып қалыппын. Есімді жисам, Назым бетіме су бүркіп, әлде бір дәріні ескетіп отыр екен. Меңзең күйі тұрып, ешкімге ләм-мим деместен үйге келдім. 2 күн бойы үйден шықпай бүк түсіп жатып алдым. Тағдырыма нала болдым. Әкемді алған аздай. Анамды әне-міне әкетем деп отыр құзғын өлім. Енді келіп мазақ еткендей қол ұстасып, ыржалақтай күліп кіргені қорлағандай көрінді. Ұйықтап кетіппін. Түсімде нағашы әжем ренжіген кейпінде қарап отыр. Әже дегенімше болмады. Орнынан тұрып үстін қағып жүре берді. Бастырылып барып шошып ояндым. Есіме әжемнің баламай, тым налашылсың. Біреуге киіп тұрып қолыңды көкке жайма. Біреуге жамандық тілеме. Әркімнің тағдыры өзімен. Жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады. Тектен тек біреуді қарғама деп айтып отыратыны есіме сақ етті. Не бүлдіріп қойғанымды енді түсінгендей телефонға ұмтылдым. Қайыржан да, Ләйла да, Назым да телефонын алмайды. Құдай-ай, тыныштық болса еді деп киіне бастадым. Сол сәтте телефон шырылдады. Назым екен. Бәрі дұрыс па деді. Иә, Қайыржан мен Ләйла телефонын көтермейді. Оларды қайтесің? Назым тауып берші. Мен олардан кешірім сұрауым керек. Жарайды, офиске келе бер. Қазір шақырамын. Киініп жүгіре үйден басып шықтым. Сол сәтте азан шақырған мешіттің даусы құлағыма келді. Үйден алыс емес жерде мешіт бар. Асыға бардым. Намаз оқылып жатыр екен. Күтіп имам кісімен жолықтым. Сәлеметсіз, келіңіз. Кеше қатты ашу үстінде біреуді қатты қарғаған едім. Енді өкініп отырмын. Қалай, не істесем болады? Алдымен кешірім сұраңыз сол адамнан. Кешіруі маңызды. Шын ықыласпен сұрасаңыз кешіреді деп ойлаймын. Сосын шын мұқтаж бір адамға көмек беріңіз. Қиналып тұрған. Барар жер, басар тауы жоқ, өмірден түңілген қиын жағдайдағы жан болса, соның рахметін алыңыз. Сосын тәубе деп дәретіңізді алып,
2 ракат бас намаз оқып Құдайдан сұраңыз. Қарғыс деген қиын ғой, Алла жеңілдігін берсін. Ондай адамды қайдан табамын? Танысым да жоқ. Осы көшенің бойында оң жақта 4-ші үйде бір әйел кісі бар. Азық-түлік былай тұрсын, баласына дәріге ақша таппай қиналып отыр. Біз қолда барын бердік. Сол кісіге барыңыз деді. Рахметімді айтып жүгіре басып айтқан үйіне жеттім. Шынымен де шарасыз ананы көрдім. Амансыз ба? Кел қарағым. Мені мешіттен жіберген еді. Сізге бір көмек берейін. Балаңызға дәрі алу керек деп айтты. Иә, балаға дәрі керек. Ақшаңыз жете ме білмеймін ғой. Жетеді. Қандай дәрі? Қанша ақша керек дедім, асығыс адамдай. Әйел үнсіз тұрып қолыма тілдей қағаз ұстатты. Осы дәрілер. Ал азық-түлік енді өзіңіз көңіліңіз білсін. Пәлен бер деп айта алмаймын деп төмен қарады. Ұшырып отырып дәріханаға бардым. Баяғы мені Қайыржан соғып құлатқан дәріханаға. Сол сатушы менің әлем тарпырық жүзімді көріп шошып кетті. Мені танып тұр. Айта беріңіз. Қағазды алдына тастай салдым. Үнсіз күбірлеп оқып рецепті. Мен ешкімге хабарласып әуре болмаймын. Жай ғана мойныңды бұрап басыңды жұлып аламын. Рецепт жоқ. Сатушы үнсіз жинап шықты. Бағасы қанша болады? 106 000. Мұны 3 күндік дәрісі, ендігі аптаға тағы келеді. Бұл дәрілерді Инабат апайдың баласына алып жатырсыз ғой. Алдын 2 рет алып кеткен. Уколын мен барып салып жүрмін. Онда мына жерді жап та менімен жүр. Уколын салып қайтып келесің. Ақшаңды төлеймін деп дүкенді жабуын күтіп тұрдым. Екеуміз жеткенде бала ентіге демалып жатыр екен. Дәрісін салып аз кем отырдық. Сәлден соң бала көзін ашып анасына қарады. Су ішем, апа. Құдай тілеуіңді берсін балам деп апа жылай жүгіріп баласына су берді. 10 күннен бері ләм-мим сөйлемей суық тартып жатқан еді. Айырылдым ғой деп отыр едім. 40-тың бірі Қыдыр деген. Құдай тілеуіңді берсін. Апа шын көңілмен батаңызды беріңізші. Өте мұқтажбын сол батаңызға. Тағы дәрі-дәрмек керек болады. Тағы әкеліп беремін. Тек батаңызды беріңізші. Құдай не тілесең тілегіңді берсін құлыным. Әумин апа дедім де жүгіре шығып, такси ұстап офиске келдім. Ләйла мен Назым отыр. Қайыржан жоқ. Назымға қарадым. Келмеймін деді деп басын шайқады. Қайыржанға хабарласа бастадым. 3-ші рет хабарласқанымда көтерді. Қайыржан, Құдай үшін өтінем, офиске келші. Жоқ, көңіл күйім болмай тұр. Жалынамын, келші, менің кешірім сұрау үшін келіп отырмын. Болмаса қайдасың, өзім барайын. Жоқ, көңіл күйім жоқ. Қайыржан, құлың болайын, жалынамын, келші. Тек кешірім сұраймын. Басқа ләм-мим демеймін. Жарайды, жарты сағатта барамын деп тұтқаны қоя салды. Жарты сағаты жарты ғасырдай көрінді. Сол баяғы Қайыржан менің Қайыржаным. Үндемей келіп отырды. Өткенде ашу үстінде қатты кеттім. Мені түсініңдерші, анам өлім аузында жатыр. Менің бар кінәм саған көмектескенім болды, гүлім. Өтінемін, Қайыржан, Ләйла, кешіріңдерші, менікі дұрыс емес. Менікі қателік екен деймін, жалынып. Қадыржан үндемей отыр. Ләйла маған қарап, гүлім апа, мен кешірдім. Алдыңа келсе, атыңнан құның кеш деген. Қайыржан да кешіреді, сәл ашуы басылсын. Қайыржан маған бір қарап, кешірем ғой, кешірмей қайда барам деді. Даусында бір салқындық, бір ыза бар сияқты көрінді. Басқа айтар уәжім жоқ, үндемей отырмын. Жарайды, жұмыстарым бар, мен бара берейін деп Ләйлаға қарады. Мен өзім жетіп аламын үйге. Назым апаға біраз көмектесем деді Назымға қарап. Қайыржан шыққан соң Ләйлаға жалына бастадым. Ләйла, Қайыржанмен сөйлесші. Сені тыңдайды, кесіршінші. Мен үшін өте маңызды бұл. Гүлім апа мені тыңдамайды. Бірақ мен айтып көремін деді, ойлана терезеге қарап. Сағат түнгі 2. Назым екеуміз офисте отырмыз. Телефон шырылдады. Дәрігер екен. Алуға қолым бармай отыр. Назым маған бір қарап, телефонды көтерді. Алло, мен құрбысымын, айта беріңіз деп маған қарады.
Ар жақтағы дауыстан Назымның түрі бозарып кетті. Киіне сала ауруханаға жеттік. Дәрігер аяңдай басып келіп, қолдан келгенді істедік. Тым кеш әкелдіңіз. Құдайдың ісіне шара жоқ, бекем болыңыз, деді иығымнан ұстап. Анамның жоқ екенін түсіндім. Көз алдым қарауытып, дүние дөңгеленіп жүре берді. Назым мен дәрігер басымды сүйеп жатқаны есімде. Ертесіне есімді бірақ жидым. Әпкем келген. Нағашым, тағы бір-екі туысқан. Абыр-табыр. Анамды үйге алып кеткен. Есім кіресілі шығасылы. Жетісі, бейсенбілігі, қонағасы. Жылай-жылай көзім суалып қалған сияқты. Біреулер келіп құшақтап жылап жатыр. Адамдар бір көлеңке сияқты. Жапан далада жалғыз өзім түнекте жүргендеймін. Бір көзімді ашсам, тағы төсекте жатырмын. Қолымда тамырдан екпе салып жатыр екен. Соның арасында Қайыржан 3-4 рет келіп кетті. Гүлім, болған іске болаттай берік бол. Алланың ісі. Мен сені кешірдім. Ләйла да кешірді. Бір ренжімейміз саған. Көмек керек болса хабарлас. Баяғыша доспыз деп қолдау білдірді. Анамсыз қараңғы суық күйде тұра алмадым. Қай жерге қарасам да анамның дауысын естіп, әлі жанымда жүргендей көрінеді. Әрбір затына иісі сіңіп қалғандай. Түндерім жылаумен өтіп жатты. Назым күн қаңғыртпай келіп тұрады. Мына халімді көріп ақыры шыдамады. Гүлім, саған үй ауыстыру керек. Мына үйді сәт. Қалай қиып сатамын? Басқаша болмайды. Бұлай жүре берсең жынды болып өлесің. Ары қарай, ары ойлап, бер ойлап, үйді сатуға бел будым. Жөнделген. Қаланың ортасында болмаса да шетте емес. Алушы тез табылды. Үйді сатып, анамның сұраған заттарын ағайын туысқа таратып бердім. Тек ең бір аяулы, ең жақсы көретін заттарын буып түйіп қойдым. Үйден түскен ақшаға қаланы шетінен 2 бөлмелі пәтер алдым. Заттарымды тасып, реттеліп жұмысқа шықтым. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасайды. Жұмысымды істеп жүріп жаттым. Бір күні жұмысқа Қайыржан келді. Сұраулы көзбен маған қарады. Қайыржан, тыныштық па? Иә, жүрші, бір әңгіме бар. Сыртқа шықтық. Бәрібір естисің ғой, өз аузымнан естігенің дұрыс деп шештім. Біз Ләйла екеуміз үйленеміз деп шештік. Тойымыз ендігі ай. Шақыру жіберемін, қонағымыз бол, деді қипақтап. Ішімде лаулап, жалындап қызғаныш қайтадан лап ете түсті. Гүлім, иә, әлбетте барам ғой, бақытты болыңдар. Сендерге тек бақыт тілеймін, дедім, қызғанышымды жасырғым келіп. Қайыржан тесіле қарады. Доспыз ғой екеуміз. Иә, доспыз, ең жақын досымсың. Алғашқы кездескен күні кеткендей Қайыржан машинасына мініп, көзден ғайып болды. Көзден кеткенмен көңілден кетпеймін деп тұрып алды санамда. Енді мен үшін ол бөтен адам. Ішім алай-дүлей. Кешірдім екен, ал менше, мен кешірдім ба? Маған ол еш жамандық жасамады. Сатқындық жасамады. Сүйені сүйем демеді. Өз ойыммен өзім арпалысып офиске бара жаттым. 3 күндік сапарынан қайтып келе жатқан Есболдың көңілі алабұртып алға басқан қадамы кері кетіп, ауыр даф жүк көлігі ыңырана келе жатты. Әшейінде жұлқына сүйретіп ақбоз көлігі де үйге бармай-ақ қойшы дегендей ауыр қозғалды. Ішінен мастерге бір көрсетіп алу керек болды мына машинаны деп үйіне жетіп тоқтады. Алдындағы жүгін ажыратып, көлігін өшіріп үйге аяңдады. Түнгі 3 болса да үйдің шамдары жанып тұр. Есіктен кіре бере бөтен дауыс естілді. Кім болды екен? Қайнаға келді ма қонаққа деп ішке беттеді. Жататын бөлмеден масаңдау бір еркек шықты. Артынан жартылай жалаңаш қатыны көрінді. Есбол сілейіп тұрып қалды. Үнсіздік. Қатыны шыр ете қалды. Есбол, тыңдашы, мен саған бәрін түсіндірем. Өтінем, тыңдашы. Көзі қарауытып кеткен. Есбол қалтасынан бәкісін алып, жартылай жалаңаш масаң еркекті, одан кейін шыңғыра қашқан қатынның мойнынан шалып жіберді. Қырылдай құлаған екеуі де қарап, ал енді жатыңдар осылай деп сыртқа шықты. Бұдан алдында бір сотталғаны бар еді.
енді өмір бойы түрмеге кетемін ғой деп жан-жағына қарады. Айнымас серігі Ақбозаты фурасы тұр. Сенен басқа менде дос жоқ Ақбозатым. Соңғы сапарға бірге аттанамыз деп көлігін оталдырып трассаға шықты. Жүгі жоқ фура желдей есіп ұшып келеді. Бір кезде алдынан басқа жүк көлігі шықты. Жүгі ауыр зорға тартып келеді. Газды қайтармаған күйі қарсы жолаққа атқып шыққанда алдындағы жеңіл көлікті байқады. Жылдамдық 120-дан асып кеткен. 15-20 тоннаны қиналмай тартатын жүк көлігі оңайшылықпен тоқтай қоймайды. Тежегішті басқан күйі жеңіл көлікті соға езіп өте шықты. Тағы бір 4 шақырымда көпір бар. Көпірге көтеріле бере Есбол рульді оңға бұра газды басты. Аңырай бұрылып, биік көпірден фура төменге құлдилады. Жерге құлап, кабинаны бұрқ етіп жалын шарпығанда Есбол жан тәсілім болған еді. Офисте отырмыз. Жүзі өрт сөндіргендей Назым кіріп келді. Қайыржан мен Ләйлә жол апатына түсті деді, даусы дірілдеп. Бәрі шулап кетті. Дүр етіп бәріміз сыртқа ұмтылдық. Осылайша бас-аяғы 2 айда асылымнан айырылдым. Қайыржанның қазасы ауыр тиді. Шалықпа ауру дейді. Түн ішінде анамның Қайыржанның моласына барып солармен сөйлесетін әдет шығардым. Қалтама пышақ, сіріңке салып аламын. Назым дәрігерге қаратып, ауруханаға жатқызып, молдаға оқытып, әйтеуір қолынан келгенше көмек беріп жүр. Бірақ маған көмек те емде қажеті жоқ сияқты. Өз әлемім бардай. Мына әлем маған қызық емес. Түн ішінде такси шақырып зиратқа кетемін. Анаммен сөйлесем, Қайыржаныма барам. Зират басында Қайыржанның суретіне қарап отырғанмын. Жаныма 1-2 жігіт келді. Қарындас, түн ішінде мұнда неғып жүрсіз? Жүріңіз, үйіңізге жеткізіп тастайын сізді деп соңымнан ерді. Менде үн жоқ. Мыналар тезірек кетсе екен деп тұрмын. Жанындағысымен күбір-күбір сөйлесе бастады. Есі дұрыс емес сияқты. Бұлай түрі фигурасы жаман емес екен. Жас қыз ғой деймін. Бұлай алып шығайық. Екеуі ай-шай жоқ жабыла кетті. Менде үн жоқ. Арпалысып қалтамдағы пышаққа жете алмай жатырмын. Тағдырдың тәлкегі аз беді маған деген. Бір кезде пышаққа жеттім. Қолымнан жарқ еткізіп, қолым жеткен жерге аямай ұрдым. Анау шалқалай құлады. Өшім қалғандай тағы ұрдым. Бір қарасам екіншісі қашып бара жатыр. Тағдырдан қайда қашасың деп айғайладым. Тоқта, мен сенің тағдырыңмын. Жаңа ғана жабысып жатыр едің ғой маған. Қайдан келген күш екенін еңгезердей еркекке жетіп алдым. Бұрыла бергені сол еді, мә саған деп жүрек тұсына пышақты қадап кеп жібердім. Азба саған, мә тағы деп тағы да қададым. Үстім қан-қан болып зираттан сыртқа шықтым. Қанша жүгіргенім белгісіз, полиция бекетіне кірдім. Мені көріп полиция шошып кетті. Мен адам өлтірдім. Қандай адам? Қайда? Анда зиратта жатыр деп қолымды создым. Бөлімшеден тағы 5 жігіт шықты. Абайлап қолымдағы пышақты алды. Отырғызып су берді. Суды семіре ішіп талып кеттім. Сот залы. Айыпталушы Гүлім, кінәңізді толық мойындайсыз ғой? Я, 2 адам өлтірді, мойындаймын. Сот шешіміне сәйкес 7 жыл бас бостандығынан айырылсын. Дауыстары күңгірлеп естіліп жатты. Қарғысым өзіме тиіп, осында келдім ай апа. Қайыржанды кешірді ма жоқ па білмеймін, бірақ маған мына өмірдің еш қызығы қалмады.